Сіз санлы әулет дегенде кімді түсінесіз? Олардың келешектегі орны қандай? Бүгінгі күнде санлы технологиялар тарауында. Жастардың қызығушылығын арттыру, олардың санлы дүнияны үйренуге болған ұмтылысын, білім һәм көңілікпелерін бекемдеу арқылы қолдап-қуатлау мақсатында мектептерде орайлар шөлкемлестіру жолға қойылған. Олардың дәслепкісі Нүкіс қаласындағы 55-ші санлы ұлыма білім беру даргайында. Санлы әулет орайы бұл тек сабақлар ғана емес, хақиқи креатив революция. Бұл орайда теория кітапларда қалып қоймайды. Ол мониторларда, микросхемаларда һәм кадрлар ізбезілігінде жалланады. Бұның келешегі бар деп есептеймін. Көріп тұрғаныңыз біздердің істеп жатқан проектіміздің жұмыстары. Пайтақтымыздағы 55-ші санлы ұлыма білім беру мектебі. Өзгеше орайда робототехника, графикалық дизайн, медиа һәм басқа да жөнелістер бір ноқатта бірлескен. Өткерілген семинарда орайдың өзгешелігі һәм ахметі қатынасушыларды таң қалдырды. Raqamli avlod kasbiy tayyorlov kurslari 2021-yildan beri faoliyat olib boradi. Toshkent shahrida 4 yo'nalish, Nukus shahrida 5 yo'nalish, Samarqand shahrida esa 4 yo'nalish bo'yicha o'quv jarayonlari olib borilyapti. Mexatronika, robototexnika, AKT texnikligi, videograflik, grafik dizayn yo'nalishlari va 3D modellashtirish yo'nalishlari bo'yicha 6 oy davomida o'qitib kelyapti va o'quvchilar 144 soat davomida o'qitilib, ular kasbiy sertifikatlarni olishadi. O'quvchilar o'qish jarayonida, o'qish bitirgan yoki o'quv jarayonini o'zida ham daromadga chiqayotgan o'quvchilar bor. Men media tarovunda 6 oy o'qib, video montajlау, ham ularda tushiruv, kontent jasau, ham komandaмен birga ishladik. Bizlarga amaliy saboqlar bo'lib o'tdi. Men oldin media tarovuna kirmesimdan oldin bunday imkoniyatlar bor ekan bilmadim. Ham men o'zim jeki daromadga shiqishga muyassar bo'ldim. Ham o'zim ota-onamga ko'maklashib atirman. Бұл жерде har bir o'quvchi тек қана тыңлаушы емес, ал жойбарлардың авторы. Олар жамаат болып біргелікте қателерді түзетеді, біргелікте нәтижеге де ерседі.